Қазақстан Республикасы үкіметінің 1 сәуірдегі 25 жылғы 2025-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілген. Оның ішінде жаңағы қоғамдағы заңмен және тәртіп идеологиясын ілгерілету бойынша. Ол осы жоспардың 17 тармағына сәйкес республика бойынша халық заңгер акциясы өткізуде. Сол мақсатта, оның мақсаты, акцияның мақсаты халыққа құқықтық насихат беру. Біз осыған дейін Әділет департаменті мен Әділет министрлігінің жоспарын орындау мақсатында алыс елді мекендердің барлығын аралап шықтық. Қазір уақытта осы Атырау қаласында республика бойынша өткізілуде. Қазір уақытта бір мезгілде аудан орталықтарында да, селолық округтарда да бәрінде өткізілуде осы халық заңгер акциясы.